Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып Present Perfect. Ағылшын тіліндегі етістіктер regular, дұрыс және irregular, бұрыс болып екі түрге бөлінеді. Regular етістік олардың дұрыс деп аталу себебі сөздің бастапқы формасының соңына идей жалғауы жалғанады да, өткен шақтағы мағынаны білдіретін етістіктің формасы тудырады. Мысалға, smile, smiled, play, played, live, lived. Ал irregular етістік ол дұрыс етістік сияқты соңына идей жалғану арқылы жасалмайды. Олардың әрқайсысының өзінің өткен шақтағы формалары бар. Мысалға, see, saw, sing, drink, drank, drunk. See етістігі өткен шақта saw болады және present perfect шақта қолданылатын seen етістігі. Кейбір кездері present perfect шақта қолданылатын етістік формасы мен өткен шақтағы форма бірдей болып келетін кездер болады. Мысалға, sleep, slept, slept. Осы ағылшын тіліндегі дұрыс емес етістіктердің саны 100-ден асып жығылады және оларды біз жиі қолданамыз. Сол себепті аталған дұрыс емес етістіктердің қалай өзгеріске ұшырайтындығын білу өте маңызды. Present perfect. Ол өткен шақ пен осы шақтың аралығында болып өткен, немесе болып жатқан оқиғаларды сипаттау үшін қолданылады. Ал оның жасалу жолы мұндағы subject ол бастауыш, ал have және has ол көмекші етістіктер, және verb 3 ол етістіктің үшінші формасы немесе идей жалғауы жалғанған түрі, ал object ол толықтауыш. Бұл present perfect жасалу жолы жақтарға қарай қалай жүзеге асатындығын білсек. Бірінші жақта, мысалға, I have seen a lion. Мен арыстанды көргенмін. Бұл сөйлемде have ол көмекші етістіктің рөлінде, ал seen ол осы шақтағы see, көру деген мағынадағы етістіктің үшінші формасы. Ал екінші жақта мысалға, You have seen a lion. Сен арыстанды көргенсің. Бұл сөйлемде тура бірінші жақтағыдай. Ал үшінші жақта мысалға, She has seen a lion. Ол арыстанды көрген. Ал бұл сөйлемдегі ерекшелік have-тің орнына ол үшінші жақ болғандығы себепті has қолданылады. Ал көпше түрде мысалға, They have seen a lion. Олар арыстанды көрген. Ал бұл жерде ешқандай өзгеріс жоқ. Әдеттегідей, have көмекші етістігі мен етістіктің үшінші формасы немесе идей жалғанған етістік қолданылады. Ендігі кезекте осы present perfect шағы сөйлемнің болымды, болымсыз сұраулы түрлеріне қарай қандай өзгеріске ұшырайтындығына мән берсек. Болымды сөйлем. Мысалға, we have sold the car. Біз машинаны сатып жібердік. Бұл сөйлемде have ол көмекші етістіктің рөлінде, ал sold ол sell етістігінің өткен шақтағы формасы. Ал болымсыз сөйлемде, мысалға, Әсел has not sent a message. Әсел хабарлама жіберген жоқ. Бұл жерде has ол have көмекші етістігінің үшінші жақтағы формасы. Болымсыз сөйлем жасау үшін біз сол has көмекші етістігінен кейін not көмекші сөзін жалғаймыз. Және негізгі етістік sent етістігі ол sent етістігінің өткен шақтағы үшінші формасы. Ал сұраулы сөйлем жасау үшін біз сөйлемдегі have немесе has көмекші етістікті сөйлемнің басына жібереміз. Мысалға, Have you eaten this morning? Сен таңертең тамақтандың ба? Ал сөйлем үшінші жақта болса, has көмекші етістігі сөйлемнің басына шығады. Мысалға, Has Айдар left school? Айдар сабақтан кетіп қалды ма? Енді қолданылу жағдайларына келсек. Осы present perfect шақ сөйлемде қандай жағдайда қолданылады?
Бірінші жағдай past experience, яғни өткен шақтағы тәжірибеге қатысты. Іс-әрекет бұрын болған және оның нәтижесін біз қазір көріп тұратын болсақ. Мысалға, Айгүл has been to Алматы. Айгүл Алматыда болған. Екінші жағдай recent action in the past. Жаңа ғана аяқталған өткен шақта болып өткен оқиға. Бұл сөйлемдегі ерекшелік өткен шақта болып өткен жағдайлардың қазіргі таңда нәтижесі болу керек. Мысалға, мен қолымды кесіп алғанымды басқа адамға көрсете алсам, мен present perfect шақта сөйлей аламын. Немесе I have cut my finger деген сөзді айта аламын. Ал үшінші жағдайға келсек, ол unfinished action in the past. Өткен шақта басталып, қазіргі таңға дейін жалғасын тауып келе жатқан іс-әрекеттерге қатысты. Мысалға, I have studied English for 2 years. Мен 2 жылдан бері ағылшын тілін оқып келемін. Ал бұл сөйлемде іс-әрекет ilgері басталған және ол жалғасын әлі де тауып келе жатыр. Немесе келешекте тағы да жалғасуы мүмкін. Осы present perfect ол белгілі бір істеулердің көмегімен құрылады. Яғни сөйлемнің арасында әртүрлі мақсатты бағдарды білдіретін істеулер қолданылады. Ол істеулер yet, never, ever, just, already деген тағы басқа бар. Мысалға, don't forget to send a message. I have already sent it. Хабарламаны жіберуді ұмытпа. Мен әрқашан жіберіп қойдым. Have you ever been in New York? I have never been to New York. Сіз Нью-Йоркта болғансыз ба? Мен Нью-Йоркта болмағанмын. Осы шекілді істеулер сөйлемнің арасында қолданылса, оның тура present perfect шақта тұрғанына сенімді болуға болады. Ал осы present perfect шақтың past simple шақтан айырмашылығы қандай? Past simple ол нақты өткен шақта болып кеткен аяқталған уақытты білдіретін шақ. Ал present perfect ол дәл қазір аяқталған, бірақ оның осы шақта нәтижесі көрінетін процестер мен іс-әрекеттер. Мысалға, past simple шақтағы сөйлем. I saw your ball yesterday. Мен кеше ерболды көрдім. Ал present perfect шақтағы сөйлем. I have seen your ball. Мен ерболды көрдім. Бұл екі мысал бір-біріне ұқсас. Бірақ айырмашылық олардың saw мен seen етістіктерінде тұр. Екінші мысалы, past simple шақтағы сөйлем. I forgot my phone yesterday. Мен кеше телефонымды ұмытып кеттім. Ал present perfect шақтағы сөйлем. I have forgotten my phone. Мен телефонымды ұмыттым. Үшінші мысалы, past simple шақтағы сөйлем. We lived in Шымкент for 6 years, but now we live in Алматы. Біз Шымкентте 6 жыл тұрдық, дегенмен қазір біз Алматыда тұрамыз. Ал present perfect шақтағы сөйлемде We have lived in Шымкент for 6 years. Біз Шымкентте 6 жылдан бері тұрып келеміз. Мұнда оның өмір сүретін жері Шымкенттен Алматыға ауысқанын білдіріп тұр. Демек, оның Шымкенттегі өмір сүрген уақыты нақты аяқталған. Сондықтан, біз сөйлемге past simple шағын қолдандық. Ал мұнда процесс әлі де жалғасып жатқаны себепті біз present perfect'ті қолдандық.